Сәлем достар, сіздермен арайдың асханасы адам ағзасына өте пайдалы сорпа жасаймыз. Бұл қайнатпа сорпалардың бірі, соған ұқсас дәл солай қайнатып пісіретін боламыз. Оны сиырдың қабырғасына немесе қойдың қабырғасынан осылай жасалады. Адам ағзасына енді өте пайдалы сорпа. Алдымен қабырғаларды осылай турап алғаннан кейін қазанымызға салып, оның үстіне суымызды құямыз. Суды осылай молырақ құя беріңіздер. Сөйтіп осылай көбігі пайда болады. Көбігі пайда болғаннан кейін міндетті түрде алып тастаңыздар. Сол үшін көбігін қарап отырыңыздар. Көбігі сорпаға араласып кетсе, сорпаларыңыз түсі қоңырлау болып қалады. Соны қадағалаңыздар. Осылай көбігін алып тастағаннан кейін міндетті түрде тұзды салып, асты баяу отта 1 сағаттай қайнатамыз. Сорпаға қосатын көкөністер бізде бұл жерде брокколи, цветная капуста, пияз, сәбіз, картоп және де асқабақ, кабачок қосамыз. Яғни қандай дәнді дақылдар бар, солардың барлығын қосатын боламыз. 1 сағат өткеннен кейін алдымен пиязымызды осылай салып шығамыз. Себебі көп адамдар пиязды ұнатпайды, сол үшін сорпада езіліп тұрғаны жақсы. Жарты сағат өткеннен кейін картоп пен сәбізді салып шығамыз. Мен картопты бөлек емес, осылай сәбізбен бірге қосқанды жақсы көрем. Көбісі сәбізді алдымен пісіріп алады, одан кейін бірақ картопты пісіреді, ал мен екеуін бірге пісіргенді жақсы көрем. Картоп та езіліп әдемі болып піседі. Тағы да жарты сағаттай қайнатамыз. Пісуіне бір 15-20 минут қалған кезде қалған көкөністерді қосып шығамыз. Бұл жерде менде асқабақ, кабачок, кабачки және де цветная капуста. Цветная капуста да негізі тез піседі, бірақ мен осы ірілеу турағаннан соң кішкене балаларға жеуге ыңғайлы болсын деп осылай бірге қосып жібердім. Сорпамыз дайын болды, пісті деген уақытта брокколиді қосып жібереміз. Брокколиді қайнатудың да қажеті жоқ. Өзі ыстық сорпаға салғаннан кейін бірден пісіп шығады 2-3 минуттың ішінде. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға да жиі жасап беріңіздер. Иммунитеті көтеретін сорпа, балалардан бөлек үлкен адамдарға да пайдалы сорпалардың бірі. Біздің үйде отбасымыз өте жақсы көреді, және де мен жиі дайындауға тырысамын. YouTube каналыма тіркелмесеңіздер, достар, тіркеліп алыңыздар. Алда да сіздермен пайдалы рецепттермен, пайдалы дүниелермен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған арайдың асханасы. Қоштаспаймыз. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.